Bunu açsağımıza bakıp göster. Açsağımıza bir şey sayımlaşılmasın. Bize askeri tertibin askeri sayımlısı var. Sonuçta bugün fizikçi yok. O da aşağı. Önce yapma. Doktor. Sağ olun sınavı okçular. Yürgün dur. Oturunuz. Gelesizde sınıfta tüyelde öyleyim. Askeri tertibin sınıfta söyleyeyim. Birinci, 10 çağırlar tüyelde öyleyim. Yeri olan da sırlar. Oturunuz. Mabek Baybatır. Oturunuz. İmancan'ın Zaray'ın. Oturunuz. Kalahmet Ramil. Oturunuz. Sansıbayeva Ayhan. Oturunuz. Sarımalek Gülnazar. Oturunuz. Sarındık Dövütkeri. Oturunuz. Gelin soğun çağırıyorsun. Abdullah Nurluyev. Oturunuz. Sayıları Yeksel. Oturunuz. Lütfen olur, Yeksel. Oturunuz. Osman Anil. Savet Gülnazera. Oyunsa sınıf tüyülükün sınavda tasavvuf olsaydı. Bizler 6. sınavda Akar 74'ten қалай жол алу керек, оның құрылысы қандай, бөлімшелер қандай қызмет атқарады, сол туралы өткен болатынбыз. Соған қысқаша тест сұрақтарын бере қояйын, қазір соған жауап бере аламыз. Evet, bu da ben hazır. Tahtını aynalandırıp, kalesi aynalanıp, künge түсіп, сол кісі сұраққа жауап береді. Мен мұны сұрақты оқимын. Kalesi künge түсіп, сол кісі сол сұраққа жауап береді. Қалған жауап бермейміз. Бірінші кім жауап береді екен толғайды? Анемге бірінші сұрақ, Калашник автоматтың калибрі 5,45 мм. Анне дауып sayımız. Bir sıraqqa жауап беретін. Дәулетте АК-74 автоматтың ату көздеу қашықтығы неше метр? Сегіз сұрақ, дәулетте дауып sayımız. Назар. АК-74 автоматтың жер үсті нысаналары бойынша нақты атыс қашықтығы неше метр? Нақты атыс қашықтығы 300 метр. Бұл бізде өткен сұрақ бойынша сұрақтар. Екнұр кілем еролар АК-74 автоматтың ожатыры сыйымдылығы неше патрон? Неше оқ середі? 30 патрон. 30 патрон середі. Зарин. АК-74 автоматтың сүңгі пышақсыз жатып қалған ожаттарымен қосқандағы массасы неше килограмм автомат?
AK-74 автоматтың ұрыстың ату жылдамдығы минутына неше болады? 100 болады. 1 секундта 3 жол атылды. AK-74 автоматын кім ойлап тапты? Михаил Калашников. Михаил Тимофеевич Калашников AK-74 автоматын қай жылы ойлап тапты? 1904. Камиль. AK-74 автоматын жартылай бөлшектегі ең бірінші қай бөлшегін ажыратамыз? Келесі соңғы сұрақ айтып отыр. Соңғы сұрағымыз Калашников автоматын әлемге қанша данасын таратты және қанша ел сатып алды? 200 миллион данасын таратты, 47 ел алды. Бұл жерде бізде үй тапсырмасын сұрадық. Келесі бізде жаңағы тақырып негізгі бөлім. Жаңағы тақырып бізде алғашқы медициналық көмек көрсету. Жазып қойыңыз, бүгінгі күн жазыңыз. 26-шы қаңтардың 26-шы. Дәптеріңіз ашсаңыз, тәртіп жазыңыз. Жаңа сұрақ түсіндіріледі. Мұқият тыңдап, ерекшелерін жазып отырамыз. Ең бірінші, алғашқы медициналық көмек дегеніміз адам есінен танып қалғанда, және суға батып бара жатқанда, күйік шалғанда, үсік шалғанда, сондай кездері көмектесетін ол жаңа скорый келгенше көмектесетін әдіс тәсіл. Үсігі шалған кезінде алғашқы көмек, күйік алған адамға алғашқы көмек көрсету, жарақат алған адамға алғашқы көмек көрсету, электр жарақат кезінде алғашқы көмек, суға бату кезінде алғашқы көмек. Есінен танған деген мен бір кісіні шығарып көрсете қойын да, есінен танған адамға жаңа ес-түссіз жатқанда қандай көмек көрсету керек екенін сізге көрсетейін. Тәуелдік керек шығар. Біздер ертең қалаға барғанда, қоғамдық жерлерге барған мысалы, өдермен тәуелдігіне барған кезде оқыс оқиғалар болуы мүмкін да, қалада жүргенде оқу орындарында, дүкендерде, вокзалда кісі есінен танып қалады, оны жерге жатады. Ең бірінші адамды көргенде, мысалы, ес-түссіз жатыр, айналаны бірінші қарап алыңыз. Сізге қауіп төндіретін нені жоқ, мысалы, жерді тоқтың сырма жатыр ма, сізге қауіп төндіре ме, или топан су басып кетті ме, соны бірінші тексеріп өзіміз өмірімізге қауіпсіздік, соны тексереміз. Содан кейін адам жанына жақындаймыз. Адам жанына келіп отырып, тізерлеп, ең бірінші адамды жұлқып, шапалақпен или су шашып оятуға болмайды. Ең бірінші адам екі иығынан сұраймыз, сізге не болды? Сіз маған жауап бере аласыз ба деп сұраймыз. Адамда ешқандай жауап жоқ болса, сізге жауап бермесе, онда бұл жерде артерия тамырын тексереміз. Қан тамыры соғып тұрған жоқ па. Ол үшін екі нұсқаушы сағат беріп,
қан соғысын тексереміз, тамырдың соғысын. Тамыр соғысы жоқ болса, екінші біздерде көру, есту, сезу деген бар. Мына құрағымыз бен мысалы қоямыз құрамызбен мына ауа шығып жатыр ма, сосын бетімізбен жылы ауа сезіле ме, соны тексереміз. Көзімізбен кеудесін қараймыз, қозғала ма екен. Үш нәрсені бірге құрамызбен тыңдаймыз, бетімізбен ыстық ауа келіп тұрмай сеземіз, кеуде болмаса жырламайды. Ондай белгілер байқалмайды. Үшінші, адамның көз қарашығын тексереміз. Ол үшін екі саусағымызбен көзін ашамыз, көз қарашығын қараймыз. Жарыққа реакциясы бар ма, көз қарашығы үлкен болса соны қараймыз. Содан кейін 103-ке звондаймыз. 103-ке звондаймыз, телефонымызды аламыз. Жаңа айналаңызда кісілер жүрсе, соларға айтамыз, 103-ке звондаңыз, жедел жәрдем шақырыңыз. Или өзіміз 103 телемізде шақырамыз. Адрес айтамыз, осы универмаг алды, 20 жастағы жас бала, естен танып, тамыр соғысы жоқ, демалып жатқан жоқ, көз қарашығы жарыққа реакция бермейді. Сосын, содан кейін осылай қатты жерге жатқызамыз. Бұл кеудеге тікелей массаж жасалатын адам аяғын биікке қоямыз, 40-50 сантиметрге биікке қоямыз. Кеудеге массаж жасаймыз. Ол үшін кеуденің 3/3 бөлігін жерде семсер тәрізде сүйек бар, екі төстің ортасынан. Соған айлақамызды қоямыз. Айлақамызды саусақпен емес былай. Айлақамызды қоямыз, содан екінші қолымызды қоямыз. Екінші қолымызды кілт тәрізде жасаймыз, осылай. Тегістеп, арасына кіргіземіз. Осылай, қолымыз шынтамды бүкпейміз. Бұлай ол кезде біздер қанша масса беретініміз әртүрлі болып кетеді қолымды. Сен кеудемен осылай қолымызды қоямыз, кеудемен басамыз. Бұл жерде компрессия тереңдігі 4-5 сантиметр болып өтеді. Басқанда төсі 4-5 сантиметрге дейін кіру керек. Содан кейін қолымызды қоямыз, 30 рет істейміз. Кеудеге тікелей массажды 30 рет істейміз. 1, 2, денемізден басамыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жаңағыдай арқылай санау 11, 12, 13 деп санап көтеруге болмайды. Бұл жерде біздер шатысып кетуіміз мүмкін, сосын жылдам или жай айтып қалуымыз мүмкін. 10 дедік, қайттан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Қайтадан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 деп. Осылай 30 рет кеудеге тікелей массаж береміз. Содан кейін адамның сол қолымызбен адамның мойнын көтеріп, оңымызбен басын жоғары қайтарамыз. Сосын қолымызға бинт немесе жаңағыдай платочек тағы біреулер аламыз. Адамның ауыз қуысын ішін қараймыз. Мысалы, ішінде аузының іші сағыз болуы мүмкін, или үлкен кісі болса протез болуы мүмкін. Ішіндегі сағыз или құрт кәмпит болуы мүмкін. Басқа бактериялардан тазартамыз адамды. Саусағымызға бинт ораймыз, ішін тазалаймыз. Жаңағыдай тілі арқарай кетіп қалса, оның физиологиялық орнына қоямыз тілін. Өзінің орнына қоямыз. Содан кейін өзіміздің гигиенаны сақтау үшін былай қоямыз да, мәрлені. Жақ сүйекті, естен таңған адамның жақ сүйегі қатып қалады, или екі жаққа қисайып қалады, бір жаққа сол жақ сүйегін зүйіміз. Содан кейін максимал түрде жақты ашамыз ауызды. Солай мәлімді жауып, мұрынды басамыз, ауызын ашып, тақанса, ауыз көлемі екі жағынан ауа шықпайтын етіп үрлейміз. 2 рет үрлейміз. Дем аламыз, деп үреміз. Қайтадан дем аламыз, деп үрлейміз 2 рет. Содан кейін қайтадан осы нені 5 рет қайталауымыз керек. Жаңағы 30 рет бастың, 2 рет үрледің, 30 рет бастың, 2 рет үрледің, сөйтіп 5 рет қайталаймыз. Түсінікті ғой да? Жаңағыдай 5 рет істедік. Істеп болғаннан кейін соңынан қараймыз.
адам қан тамырында соғысы бар ма? Қараймыз, бар. Тексеріп қараймыз. Дем алып отыр, жылауға сезіп тұр, кеуде тұсы қозғалып тұр. Содан кейін көз қарашығын қараймыз. Көз қарашы орнында жарықтар реакциясы бар. Енді адам аяғын жерге қоямыз, төмендетеміз. Содан кейін өзімізге жақын тұрған қолын бүгеміз. Өзіміздің алшақ тұрған қолын кеуде тұсына қоямыз. Адамның басын қойып, өзіміз жақын аяғын бүгеміз де иығымен жамбасын ұстап, бір қырма жатқызамыз. Адам тыныс алу үшін, өкпесі қысқалмау үшін, аузын дем бару үшін. Осылай жедел жәрдем келгенше адамды демалтып қоямыз. Рахмет, Дәулет. Бұл бізде адамға жекелей кеудеге массаж жасау жасалады. Алғашқы көмек адам өміріне немесе денсаулығына кенеттен қауіп төнгенде оның өмірін сақтап қалу үшін немесе апаттың әсерін азайту үшін қолданылатын қарапайым шаралар. Апаттардың қатарында әртүрлі жарақаттар сынып буынның шығуы, суға бату, күйу, екі тозу, тағы басқа жатады. Бұл бізде вена қан тамырынан қан кету. Оған деген қанды салып, жүгітпен саламыз. Тағы бір жерге еурода шығабыз, айода шығабыз. Бізге жүгіт салу үшін бинт керек, или мата керек. Сосын бізде жүгіт болу резиновый. Бізде жүгіт болмай тұр, сол үшін бинт аламыз. Бізге тағы қаламсақ өңшке керек. Бізге осындай жарақаттанған адамның көрінгі жаңағы қолына темір или шегір или пышақ кетті. Білегіне кіріп кетті дейік. Ол үшін жаңағындай келеміз, өзімізге қауіп төніп тұрған жаққа қараймыз. Электр тогы жоқ па? Электр тогы болса, құрғақ ағашпен неме алып тастаймыз да электр ажыратқыштан ағып тастаймыз. Жаңа науқасқа келеміз, сіздің жағдайыңыз қалай, қорықпаңыз. Біз қазір қанды тоқтатамыз, еш қауіп төндірмейді. Ол үшін қолымызды аламыз, жаңа қанап жатқан жерді жарақаттың жоғарғы жағынан қараймыз. Тамырды басқанда қан тоқтай ма екен қараймыз. Тамырды тауып аламыз, тамырды басамыз. Қан тоқтаса, қан негізі 4 минутта тоқтамаса, ол қан кетіп, өліп қалуы мүмкін. 4 минутта тоқтамаса, қолымыздың тамырды тауып аламыз, тоқтаса, онда қол жалаңаш болса, жаңағы футболмен, майкамен жүрсе, міндетті түрде бинт или мата қоямыз. Жалаңаш неге жүгіт салуға болмайды. Содан жүгітімізді аламыз, жарақаттың жоғарғы жағынан байлаймыз. Қатты қыспаймыз, осылай арақашықта ұстаймыз. Содан кейін далада тал, тағысы қатты нелер болса, жүгіттің арасына салып ораймыз, қатты ораймыз. Қашан қан тоқтағанша орай береміз. Қатты қысылды міне. Қан тоқтады, жүгіті дұрыс емес салынғанын байқау үшін адамның таңған жерден кейінгі жерін қараймыз. Көгеріп бозарып тұрса, онда біздер таңғышты дұрыс салдық. Оған қан бармау керек.
Жаңа тамырды қараймыз. Тамыр соғып тұр. Молодец. Жаңа бұраған қалымызды жылжып кетпеу үшін байлап тастаймыз. Қалымыз кері қарай айналып кетпеу үшін қалды байлап қоямыз. Содан кейін қаламсаппен жаңағы қанды қай уақытта тоқтаттың, соны қараймыз. Қай уақытта тоқтаттың уақыт қараймыз. 12:23 жазып қоямыз. Қан тоқтау 12:23 деп. Осы қағазды жедел жәрдем келгенше қысырып қоямыз науқастың қолына. Жедел жәрдем келеді, жаңа қан қай уақытта тоқталғанын сол уақыттан жүріп, сосын емдеуін өздері жалғастырады. Жақын қайырып. Электр жарақат кезінде алғашқы көмек. Ажыратқыш немесе сөндіргіш арқылы тоқтан ажырату. Зардап шегушіден құлаған сымды құрғақ таяқпен немесе пластмасса көмегімен алып тастау. Зардап шегушіні кескен ағаш төсенішпен резиналы пластмалармен орау, науқасты тыныштықта ұстау. Ол бізде ток соққанда қолданылатын алғашқы көмек. Қолында көрпістері ағашпен тоқтың сымын алып отыр. Бұл науқасты жаңа немен кепкен ағаш төсенішке қоямыз, жаңа резиналармен адам үстіне жабамыз, тоқты сорып алу үшін. Ыстық өлу кезіндегі жедел көмек. Зардап шегушінің салқын жақсы желдетілген белгі жатқыз, үйде желдеткіштерді қолданып. Басы мен жүрек төңірегін суық сумен салқындап, суық тартуды шақ төңірегінен қолтық астына және мойынға қойып, аяғын сәл көтеріңкіреп. Қар киімнің түймелерін ағып, алдын ала тұз салып су беріп, 1 литрге 1 шай қасық тұз салып су береді. Егер зардап шегуші есінен танып, тыныс алу тоқтаса, ауыздан ауызға әдісімен жасанды дем алдырамыз. Жаңағындай ауыздан ауызға дем береміз. Келесі бізде қол аяқ сынған кездегі алғашқы көмек. Қол аяқ сынғанда шалып қозғалуға болмайды. Оны тартуға немесе бұруға рұқсат берілмейді. Сүйектері ашық сынып тұрған кезде жарақатты итермелеуге тыйым салынады. Қол аяқ зақымдағанда ыңғайлы жағдайда келтіру керек. Ашық сынған кезде жарақатқа таза салфетка немесе қол орамал жабу қажет. Суға батып бара жатқан адамды көмек көрсету. Бізде білесіздер су барда, бізде балалар бәрінде жүзу біледі деп ойлаймын. Егер адам бассейннің жанында батып бара жатса, өзіңіз құрғақта тұрып, ағаштың талы есек болмаса орамал лақтырып, адамды алып шығыңыз. Егер жүзсеңіз, міндетті түрде бассейннің жиегінен ұстап құтқарыңыз. Егер жақын маңда құтқару дөңгелегі болса, адамның артына қарай лақтырыңыз. Егер жақын маңда қайық болатын болса, батып бара жатқан адамға жүзіп қараңыз. Жүзу бұл соңғы мүмкіндігіңіз. Біздерде көбінесе адам батып жатқанда шешінепті жүріп кетеді суға. Ол адам жаны қысылып жатқанда ол көмек келген адамды өзімен бірге тарта береді құшақтап. Сол себепті бұл сіздің соңғы мүмкіндігіңіз. Егер сізде жаңағыдай ұзын ағаш, арқан, құтқарушы балалар болса, ең бірінші суға жүзместен бұрын соларды пайдаланып көріңіз. Олар жоқ болған кезде соңғы мүмкіндігі жүзіп барып көмектесу. Онда да адамды жүзіп барғанда қолынан тартып или құшақтап алып құтқару болмайды. Ол кезде біздер адам шаштан тартамыз или қолтығынан демеп
bir жағымен тартып шығару керек бізде қабыққа дейін. Егер жақында өзіңізбен бірге қайыққа адамды шығару үшін құтқару дөңгелегін орамал немесе жейде ала кетіңіз. Жүзуге кетіп жатсаңда соның мүмкіндігі жүзу, құтқару дөңгелегі или орамал болса, соны бірге ала кетіңіз. Бізде енді бас жарақаты кезінде қолданылатын әдіс бар, чепец тәсілі деген. Бас жарақаты жаңа миға зақым келгенде басыңыз жарылғанда қолданылатын таңғыш саламыз. Ол таңғышты чепец деп атаймыз. Бір қош шабайсың. Отышқа отырамыз. Басқа байланымызда да адамды отырышқа отырғызып қоямыз. Жатқызып, үйімізде тұрып істей алмаймыз. Осылай бинттің бір бөлшегін аламыз. Бинттің бір бөлшегін аламыз. Бастың үстіңгі бөлшегіне қоямыз. Жаңа науқас иісін білсе, жаңа иісі дұрыс болса, науқастың өзін ұстатамыз, или иісі бұлыңғыр, жаңа иісі нашарлау болса, онда медбикені көмекке шақырамыз. Бұл жерде есі екі жағында. Екінші бинтпен басты ораймыз. Бұл жерде құлақ жауып olmayız. Екі рет айналдырамыз бастың бөлшегі. Екі рет айналдырамыз. Содан кейін бинттің бағытын өзгертпей жіптің арасына өткіземіз. Содан кейін бастың 3/4 бөлігінің алдыңғы жағын ораймыз. Осыдан кейін артқы жағын ораймыз. Бүгін ашқыш. Бастың артқы бөлігін бастың үстіңгі бөлігін қашан бас толықтай жабылып, соңға дейін орай береміз. Соңына қарай жіпті айналдырамыз. Чепец тәрізден байларды науқастан аузын толықтай ашуын сұраймыз. Сөйлеуге ыңғайлы болу үшін аузын ашып. Бұл бізде чепец тәріздес жанына қарай ғой. Болғанда жедел жәрдем келгенше уақытын белгілеп қоямыз.
Қан тоқтатылды. Көтекте тоқтатылды. Уақытын белгілеп қойыңыз. Жақсы, рахмет. Ол бізде чепец тәрізді жаңағы бас жарақаты кезінде ми жарақаты кезінде қолданылады. Кім істеп көреді жаңағы? Аяқтар істеп көреді. Қарап отырайық. Бұл бізде өмірден керек болады. Бастың үстіңгі бөлігіне қоямыз. Ұзын бөлігі. Құлақ шатпаймыз, адам есту үшін. Екі рет басты айналдырамыз. Так, содан кейін айналдырамыз. Бастың алдын бөлшегін жабамыз. Содан кейін артқы бөлшегін жабамыз. Артқы жағы. Бас толықтай жабылғанша қанымышты таңдай береміз. Намаздан аузын ашуымыз сұраймыз, сөйлеуге ыңғайлы болу керек. Бұл бізде чепец тәрбиесі. Отыршық артылмайды. Давай, естелікке қосады сөйлен рейсі. Біз сағамызда қорытпайды. Жаңа сұрақта жаңағыдай. Яшықтарды таңдап сұраққа жауап береміз. Мен қазір сізді бір өзіңіз айтам, сол кезде яшық таңдаймыз. Бізде кімдер қатысқан? Бүйкнұр, яшық таңдай өз. 6. Бұл жер жаңа біздер сұрақ түсіндіргенде, жаңа сұраққа байланысты сұрақтарымызды кім қалай түсінді, кім елей түсінбеді сондай сұрақ. Бұл сұрақ мына жауаптар А болып өңгерілген. Анаңыз таңақ дайындады, қолын кесіп алды, не істеу керек кеңес бересіз. Бұл жерде өзің ойың. Бұл жерде біреуі дұрыс, үшеуі қате болды. Жылы сумен шай екенін айтамын. Жылы сумен шай екенін айтамын. Так бізде бұл қате болу керек. Қате. Антисептик институт.
Nurulbek. Altı tane Nurulbek var. Güzel. Adamды топ құрғанда алдымен не істеу керек? Жаратушының тыныс алып жатқан көлігіздің электр құрылғысының өшкенін тексеру, күйгендегі су сумен сырт күйін шешім. Естен темірінші адам топ құрған. Дұрыс. Келесі. Аян. Күйдегі кәмпеш жасаған кезде неше сантиметр тереңдікке дейін басу керек? Тексерейік. Дұрыс. Келесі. Сымбат. 7. Мұқият қараймыз. Айтпақшы, жедел жәрдем шақыру үшін қайсысын бірге қаласыз? Елназар. Бас жарақат кезде қандай жағдай қолданған жөн? Шуыт салу, автоматтану, 15 тамшы дәрі-дәрі жөн. Жаңа болсам. Келесі кім? Гүлназира. Қандай болды? Көшеде кенет ауа жетпей, тұншығып жатқан адамды көріп қалдыңыз. Ең бірінші әрекетіңіз қандай болады? Қолмен күйді қуысын басамын, жасанды тыныс алу әдісін қолданамын, салқын су шашамын, жедел жәрдем шақырамын. Қайсы? Жедел жәрдем шақырамын. Нұржан алып қол. Bir aytma. Ауыз көтеріп өт оқасың. Самил. Мен бір сияқты асайындамын. Кеудеге тікелей массаж жасағанда кеудені неше рет басып, неше рет жасағанда ауа беру керек? 30 рет басып, 2 рет беру керек. Әлде бір зат денеге кіріп кетсе, мысалы пышақ немесе темір шеге не істеу қажет? Б. Қандай уақытта
아니라. Кеудеге тікелей массажды 30 рет басып еңбек өтіруде неше рет жасау керек? Жаңыз нәрсені 30 рет басып, 2 рет басып, неше рет қайталау керек соны? 5 сағат болса. Бізде бірмен қалған екен. Бізде өзіміздің парақшамызда бұл жерде TikTok әдісімен көрермендерге береміз лайк, комментарий. Қандай сабағымыз болса лайк басып, астына комментарий қалдырып кетіп, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Анашын санауы, оқшыларға көріп, сабақтың алса, лайк басамыз. Сабақта комментарийге сабақта қандай жерін түсінбедіңіз, қай жерлері қызық болып, сол туралы мәлімет керек. Болса лайк басамыз. Өз сұрақтарыңызды айтыңыздар. Қай жері түсініксіз болды? Әлде қандай тағы сұрақтар, қандай әдістер білгім келеді? Сұрақ ұнаса, лайк басамыз. Құдай екеуі түнмен дайындап беріп